Сәлем достар, мен мұрагер күй мұратындағы домбыра курсіне қош келдіңіздер. Мен сіздердің домбыра мұғалімдарыңыз Ерлан. Бүгін өздеріңізге бесіктағы нотаны оқу, тану және оны қолдану туралы өздеріңізге қысқаша қарапайым сабақ беріп өтпекшімін. Ондай болса, ең алдымен менің астымдағы мына кітапты көріңіздер. Бұл кітапта негізінде қарасаңыздар, біз көбінесе танитынымыз осындай мына қарапайым нота, яғни мына санмен жазылған 1, 2, 3, 0 деп осындай санмен жазылған ноталарды оңай танимыз. Ал енді бізге көбінесе келген мына әдетте осы кезде көп қолданып жүрген осыны мына бесіктағы нотаны тану біршама қиынға түседі. Ондай болса, біз осы бесіктағы нотаны қалай танимыз, қалай оқимыз? Бұндағы кейбір білдіретін белгілер қандай мағынаны білдіреді? Ондай болса, бүгінгі сабақта осыны өздеріңізге сөйлеп беретін боламын. Ең әуелі біз осы бесіктағы нота деп жатырмыз. Бұның барлығы енді әзірге музыка аспаптары болсын, ән айту болсын, барлығында кеңінен қолданып келе жатқан осы музыканы белгілеу бір формасы. Ондай болса, ең алдымен көрейік бесіктағы нота. Ең алдымен осы бесіктағы орнымен танысайық. Бес сызық. Мынау қазіргі негіздік нота сызығы. Мен сәл біраз жақын қояйын, көріңіздер. Ал мына жерде біз ең әуелі бұл сызықтарды біз астынан үстіне қарай санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 деп жиыны 5 сызықтан құралған. Ал бұның сол жағына қарасақ, бұл жерде біз аралықтар деп арнайы бір тізіп қойдық. Яғни бірінші сызық пен екінші сызықтың аралығы бірінші аралық болады. Екінші сызық пен үшінші сызықтың аралығы екінші аралық. Осымен ұқсас 3, төртінші сызықтың аралығы үшінші аралық. Төртінші сызық пен бесінші сызықтың ортасы төртінші аралық болады. Ондай болса, бұл осы бес сызықтағы сызық белгілері. Бұл енді қараңыздар, бұнымен сырт енді бес сызықтағы нота жазған кезде біз көбінесе осы бес сызықтағы ноталар бұл кейбір ноталардың орнын жоғары төмендігін ерекше оңай көре аламыз. Ал енді қарапайым жағына яғни өткен 1, 2, 3 деп жазылған сол ноталар қарапайым нота ғой. Солар арқылы бір нотаның жоғары төмендігін көру біршама қиынға түседі. Бұл осы қарапайым нота мен халықаралық нотаның парқы. Ондай болса, біз нотаны жазу барысында жаңа айтып өттік, жоғары төмендігін білдіреміз деп сызықтағы орын арқылы. Ондай болса, осы бес сызық бізге жетпей қалады. Сондықтан біз кей кезде оның астыңғы жағына сызық қосып, үстіңгі жағына сызық қосып, осы ноталарымызды белгілейміз. Ондай болса, жаңа айтып өттік, мынау бірінші сызық болады деп. Ондай болса, осы сызықтың астығына қосылған сызықтарды біз санаймыз. Яғни осының асты жағына бір сызық қоссақ, яғни мынаны біз астыңғы қосымша бірінші сызық деп оқимыз. Қосымша бірінші сызық пен бірінші сызықтың аралығындағы аралықты біз астыңғы қосымша бірінші аралық деп оқимыз. Осылай бойынша кете береді. Бұл осы сызықтың аралығы және сызықты былай оқу. Ал ондай болса, өздеріңізге мынандай бір нотаны көрсетейін. Мына жердегі бір мына нотаны көріңіздер. Ал өздеріңізге қазір мына нотаны сөйлейік. Бұл нотаны көріп отырсыздар. Ең әуелі қарапайым нотада дыбыстың жоғары төмендігін белгілеу біршама қиынға түседі деп айттық. Сондықтан біз ноталар жазған кезде, яғни до, ре, ми, фа, сол, ла, ши дегеннен кейін доның үстіне нүкте бары бұл жоғары нотаны білдіреді. Ал осы санның нотаның астыңғы жағына нүкте қойылған бұл төмен дыбысты білдіреді. Яғни төменнен жоғары қарай өрлеп отыр ғой. Сол бойынша мына жақтағылар төмен нотадағы дыбыстар болады. Ал осыдан сызықтың өрлеуіне қарай мына дыбыстар да біртіндеп өрлеп отырады. Сондықтан үстіне нүкте қойылған бұл дыбыстар жоғары дыбыстар есептеледі. Ал түсінікті болса, енді көрейік.
Жаңа айтып өттік, мынау бірінші сызық деп. Осы бірінші сызықтың астыңғы жағына қосылған сызықтарды біз қосымша бірінші сызық, қосымша екінші сызық деп атадық. Ондай болса, қосымша екінші сызықтың астында мына жерде мына со дыбысы болады екен. Со дыбысы астына нүкте қойылған. Қосымша екінші сызықтың астында, яғни астыңғы қосымша екінші сызықтың дәл үстінде, мына жерде ла дыбысы бар екен. Ал қосымша бірінші сызықтың дәл астында ши дыбысы бар екен. Қосымша астыңғы сызықтың бірінші сызықтың дәл үстінде до дыбысы. Яғни біз айтып жүрген до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Содағы до дыбысы осы жерде басталады. Ал астыңғы қосымша бірінші сызықтың пен бірінші сызықтың аралығындағы, яғни бірінші аралық қой. Осы жерде жай дыбысы бар. Ал ол бойынша келейік. Бірінші сызықтың дәл үстіңгі жағында ми дыбысы бар. Одан кейін көрейік. Бірінші аралық. Мына жаңа айтып өттік, бірінші сызық пен екінші сызықтың аралығындағы біз бірінші аралық деп оқимыз. Бірінші аралықта фа дыбысы. Екінші сызықтың үстінде со дыбысы, екінші аралықта ла дыбысы, үшінші сызықтың дәл үстінде ши дыбысы, одан кейін үшінші аралықта жоғарғы до дыбысы. Осы бойынша кете береді. Бұл бес сызықтағы ноталардың орны. Осылай жазылады. Ал енді сөйлейтін мазмұнымыз дыбыстың ұзақ қысқалығының және қатаң ұяңдығының дыбыс бес сызықтағы нотада белгілеу. Әуен саздардағы дыбыстар бір-бірімен түрлі жоғарылықтар, биіктіктер арқылы ғана емес, сонымен бірге түрлі айтылу, естілу ұзақтармен де, созылумен де ерекшеленіп ажыратылады. Ондай болса, нота белгілері музыкалық дыбыстардың жоғарылығы мен ұзақтықтарын бірдей қатар көрсетіп тұрады. Дыбыс ұзақтары мынадай белгілермен белгіленіп есептеленеді. Мына жерде көріп өтейік, мына жерде нотаның таңбалану. Мынандай ноталарды біз нотаның ұзақтығы бойынша аталуы бүтін нота болады. Яғни 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге санау, есептеу. Бұны әзір тұра тұрып сіздерге сөйлеп беретін боламын. Ал екіншідегі мына тұрған бұл жартылық нота болады. Бұл 1-ге, 2-ге ғана саналады. Ал үшіншісі мына нота ширек, яғни 4-тік нота деп аталады. Бұл 1-ге ғана саналады. Ал одан кейін жердегі мына нота 8 нота, бұл тек 1. Онымен ұқсас кете береді. Бұл барған сайын біраз тездік оралады қарады, яғни тезірек. Ал одан кейін оның астыңғы жағындағы мына нотаны көрейік. Жоғарыдағы кестеде көрсетілген нота таңбалары 3 түрлі белгіден құралады. 3 түрлі белгі дегеніміз қалай? Яғни нота басы деген. Жердегі мынау тұрған, мынауның барлығы нота басы деп аталады. Ал нота сабағы дегеніміз не? Жердегі мына тұрған, мына бір бөлігіміз нотаның сабағы дейміз. Тарасы мына тұрған бөліктерді. Ал одан кейін жердегі мына тұрған жалаушылар, бұл нота құйрығы деп аталады. Нота құйрығы деп аталады. Ал енді өздеріңізге мына кілт туралы сөйлеп берейік. Біз үйге кірген кезде ең алдымен үйдің құлпын ашамыз. Құлыпты ашу үшін бізде кілт болу керек. Ал енді нотада ұқсас, музыкада біз бесіққа нота жазудан бұрын ең алдымен кілтті дұрыс бейнелеп бере алуымыз керек. Ондай болса, өздеріңізге қысқаша мына G кілт, F, C осыларды көрсетіп берейін. Яғни мына жердегі G деп отырғанымыз со дыбысы. Ал мына жердегі F деп отырғанымыз фа дыбысы. C деп отырғанымыз до дыбысы, иә? Ондай болса көрейік, мына жердегі мына нота кілті қалай сызылады? Нота кілті қалай сызылады? Осыны көріңіздер. Нота кілтін сызу оңай. Мына жердегі астынан санағанда, екінші сызықтан басталып, үшінші сызыққа тіреліп, одан бірінші сызыққа келіп құлдап, өріліп, бес сызықты басып өтіп, қайтадан құлдап, бес сызықты басып осындай бір форма бойынша сызылады. Бұл бес сызықты сызу болады. Ондай болса, бірінші танысатынымыз G кілт. G кілт дегеніміз, яғни жаңа айтып өттік, екінші сызықтағы тұрған, дәл үстінде тұрған дыбыс со дыбысы болады деп. Ондай болса, мына жердегі мынау осы белгіні көрсек, мынау негізі G кілтімен орын алатын ноталар. Ондай болса, екінші сызықта со дыбысы, одан жаңа айтып өттік, мына нотаны оқитын болсақ, со, ла, ши, ла, со деп өсіп ретімен оқимыз. Ал енді F кілтімен танысыңыздар. F дегеніміз өзінің формасы осылай болады.
осылай бейнеленіп жазылады. Бұлдың нотасы негізі мына 4 сызық пен 5 сызықтың аралығындағы мына дыбыстан басталып орындалады. Одан кейін жаңа айтып өттік, астында санаған кездегі мына бірінші аралықтағы тұрған дыбыста біз жай дыбыс болады. Осы аралықтардан басталып орындалады. Ал енді біз әрбір ноталарды көрген кезде бас жағында осындай 4-тен 2, 8-ден 3, 4-тен 3 деген, 4-тен 7 деген осындай бір бөлшек сандар тұрады. Бұл немағаны білдіреді десек, ол тәкіт ішіндегі үлестер санын жазып, белгілеуді өлшем дейді. Ол бөлшек санмен жазылады да, үстіңгісі үлес саны, астыңғысы үлес ұзақтығын білдіреді. Ондай болсақ, көрейік бұл қалай екен. Яғни мына жерде 4-тен 2-лік нотаны көрдік. Бұл 1-ге, 2-ге саналады. Осындай артықпен, осындай қалыппен, осындай өлшеммен шертіледі деген сөз. Мынаны көрсек, 4-тен 3-ге, 1-ге, 2-ге, 3-ге. Осындай болып орындалады. Осы мына ұзақтығың ішінде. Яғни мына 4 деп отырмыз ғой. Бұл астыңғысы үлес ұзақтығын біледі. Осы ұзақтығың аралықтың ішінде осы 3 нотаны орындап болады деген сөз. Деген мағына білдіреді. Ал енді осы домбыраға келейік. Домбыраға келген кезде бұл енді нотаны қалай көреміз, домбырадағы күйлер нотасын қалай оқимыз, қалай қарапайым нотаға аударып аламыз деген ой туындаған болуы мүмкін. Ондай болса, сіздерге ең әуелі мына жердегі мына сол қолдың таңбалауын көрсетіп өтейін. Біз әдетте сан сұраған кезде басымақтан басып санаймыз ғой. 1, 2, 3, 4, 5 деп. Ондай болса, осы музыкаға келген кезде біз санды бас бармағымыз тек бас бармақ болады да, біріншіні біз мына сол саусағымыздан басып санаймыз. 1, 2, 3, 4 деп. Осы 4 саусақты санымызды біліп алғаннан кейін барып, енді сіздерге осы күйдегі ноталарды қалай көру, қалай аудару, сол туралы сөйлеп берейін. Ал енді сіздерге мына бір мысалды сіздерге көрсетіп берейін. Ондай болса, мына нотаны біз қалай көреміз, домбыраға қалай түсіреміз. Біріншісі, ең әуелі айтып өттік, жаңа 4-тен 2 өлшем. Мынау 5 нота екен, яғни F, G кілті, кілтке қараймыз, одан кейін өлшемге қараймыз, одан кейін осы нотаға қараймыз. Ондай болса, мынау жердегі мына тұрған мына белгілер, бұл домбырадағы қағыс белгісі. Біздің оң қолымыз арқылы қағыс жететін. Яғни мына белгі астқа қарай қағыс, мынау үстіге қарай қағысты білдіреді. Қалған түсінікті ғой. Ал одан кейінгі жаңа айтып өттік. Мына жердегі 1, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 4 деген бұның барлығы немене білдіреді десек, жаңа ғана айтып өттік. Біздің сол қолымыз таңбалануы. Сол саусақтан бастап 1, 2, 3, 4 деп саусағымызды рет санға бөліп аламыз деп айттық. Сол бойынша болады. Ол одан кейін, яғни мына жердегі мына нотаны біз бірінші саусақпен, яғни сол саусақпен, мына нотаны екінші саусақпен, мына нотаны төртінші саусақпен басамыз. Бірінші саусақпен басып астқа қарай, екінші саусақпен басып үстіге қарай, төртінші саусақпен басып астқа қарай шертеміз деген мағынаны білдіреді. Ал түсінікті болды ғой. Енді осы нотаны біз аударып көрейік. Яғни мына жердегі мынау, осы мына бір сызық тұр ғой. Осы мына бір аралықтағы нота бұл бір тәкіт деп аталады. Бір тәкіт. Ондай болса, бір тәкіт, осы бірінші тәкіттегі нотаны біз аударып көрейік, ең әуелі оқиық. Мына жердегі мынау екінші сызықтың үстіндегі ноталар барлығы со дыбысы екен. Барлығы бірдей тұр ғой. Бұл со дыбысы болады екен. Ал ондай болса, үшінші сызықтың үстіндегі тұрған нота мынау ши, мынау то, мынау жай екен. Ондай болса, біз дәптер алып кеп, осыны аударып жазайық, Ал міне бір дәптер алып келдім. Ондай болса жазайық. Ең әуелі жерге со деп жаздық. Одан кейін тағы екеу со. Одан кейін осының дәл үстіне бір сызық сызамыз. Мына үстіне бір сызық сызамыз. Ондай болса, соның жаңа үстіне нотаны оқып өттік. Ши до рай дыбысы болған, Сіздерге бір қайтадан бір көрсетейін. Мына жердегі мынау, жаңа осылар жазып қалдық қой. Енді мынаған келдік. Ши до рай дыбысы, жай. Енді осыны мынаған түсірейік. Мына жерге дәл үстіне жазамыз, Ши до рай. Бұл жердегі до рай дыбыстары жоғары нота, сондықтан үстіне нүкте қоямыз.
мынау да жай, жоғары нота. Ондай болса, осы бойынша шерттік. Енді нота аударып алдық, иә? Мынау бірінші, екінші, төртінші саусақпен, мынау төртінші саусақпен, асты, үсті, асты, одан кейін үсті қағыспен орындалады екен. Ал ондай болса, бұл жерде біз осы нотаны біз қарапайымға айналдырып алдық. Қарапайымға айналдырудың ең негізгі шарты, қай сызықта, қайсы аралықта қандай нота бар, соны біз есте анық сақтауымыз керек. Әрбір сызықтың үстіндегі, әрбір сызықтың аралығындағы нотаны есте берік сақтап алсақ, қарапайымға айналдыру ерекше оңайға түседі. Ал ондай болса, бұл енді домбыраға қалай түсіреміз? Сызықтың үстіндегі тұрған ноталар домбыраның астыңғы пернесіндегі ноталар. Сызықтың астындағы тұрған ноталар домбыраның үстіндегі ноталар. Екеуі алмасып түседі. Сызықтың үстіндегі ноталарды біз домбыраның астыңғы пернесінде орындаймыз. Сызықтың үстіндегі астындағы ноталарды домбыраның үстіңгі пернесіндегі ноталардан іздейміз. Ал ондай болса, бүгінгі нотаны тану, нотаны қолдану, нотаны білу туралы сабағымыз осыға дейін болсын. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.